Армысыздар ма? Отыра қойыңыздар. Қалай жағдайларыңыз, жақсы ма? Ал енді біздер бүгіннен бастап кәсіптік практикаға баруымыз керек. Нөмірі 25-ші Ерке деген балабақшаға барамыз. Бұл жерде біздің мақсатымыз не? Мақсатымыз ол жақта ұйымдастырған іс-әрекетінің құрылымымен танысамыз, әдіс-тәсілдерімен танысамыз, және жас ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі іс-шаралар болады. Солармен танысамыз, және өздеріміз істейміз, өткіземіз. Кәсіптік практика бұл теориялық білімнің іс-тәжірибемен байланыстырасыздар сіздер. Ол жаққа барған уақытта ұйымдастырған іс-әрекетінің жоспарымен танысасыздар, құрылымымен танысасыздар, әртүрлі әдіс-тәсілдерді көреміз, музыка жетекшісінің жұмысын бақылаймыз. Әрі қарай өздеріңіз ұйымдастырған іс-әрекетті өткізесіздер. Және көптеген іс-шаралармен танысасыздар. Ал енді сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Жақсы, ендеше кеттік, балабақшаға барамыз. Саламатсыздар, қош келдіңдер. Біз Ақтөбе жаңа жұмыстар курсына келіп тұрмыз сіздерге практикаға. Музыка бойынша бізді қабылдасаңыз. Ал құрметті біздің болашақ әріптестер, біздің балабақшамызға қош келдіңіздер. Балабақшамызда сіздерге жас студенттердің жүргенімізді қуантады. Алдағы уақытта бірге жұмыс жасаймыз, практикадан жақсы нәтиже көрсетіп аяқтайтын сенімдемін. Балабақшаның ішкі тәртібін алдағы уақытта сіздерді таныстырамыз. Мен әдіскермін балабақшаның. Есімім Гаухар Сабырқызы. Алдағы уақытта менімен тікелей жұмыс жасайсыздар. Музыка жетекшісі Клара Маратовна, Алия Бакитовна. Былтырда практикадан болған балалар бар. Біледі біздің балабақшаның қандай дәрежеде, деңгейде жұмыс жасайтынын. Біз практикант деп қарамаймыз, біз болашақ әріптес деп қараймыз. Біздерге үлкен сенім артамыз. Және жақсы жетістіктер күтеміз. Рахмет. Болашақ менің әріптестерім Ақтөбе қаласындағы нөмірі 25-ші Бөбекжай балабақшасына қош келдіңіздер. Мынау осы біздің балабақша. Мен осы балабақшада 20 жылдай музыка жетекшісі болып қызмет етемін. Біздің балабақшада негізі 11 топ бар, 2 тілді орыс және қазақ топтары бар. Біздің қазақ тобында 7 группа бар. Кішкентай топтары, сәби жасындағы балалар бар, ортаңғы топтар бар, 3 жасар бар, 4 жасар ересек топтары бар, 5 жасар мектеп алды даярлық топтары бар. Мен соларға музыкада ұйымдастырған іс-әрекетпен жұмыс жасаймын. Сіздерге қош келдіңіздер деймін. Менімен бірге алдағы уақытта тәжірибелік практикадан өтіп үйренесіздер, сабақ береміз. Сабақ деп айтпаймыз қазірде, музыкада ұйымдастырған іс-әрекет деп айтамыз. Балалармен жұмыс жасайсыңдар. Баламен жұмыс жасау өте қызықты. Қиыны да болады, қызығы да болады. Практикамыздың нөмірі 25-ші Ерке балабақшасында өткен болатынбыз. Жетекшіміз Карина Гүлнар Сағынышқызы. Практика барысында біз балабақшадағы балалармен концерттік бағдарламалар ұйымдастырып, түрлі ойындар өткіздік. Балаларға ән айтқызып, би билетіп, музыканың қыр-сырын үйреттік. Бұл олардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, өнерге деген қызығушылығын арттырды. Практикадан үйренгенім балалармен жұмыс жасауды жауапкершілікпен, шыдамдылықтың маңызы зор екені. Әр баланың жеке ерекшелігін ескере отырып, музыкалық тәрбиені қызықты әрі түсінікті жеткізу қажет екендігі. Бұл тәжірибе менің кәсіби шеберлігімді арттырып, болашақ мамандығыма деген сенімімді нығайтты.